Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар? Ми туралы тақырыпты бүгін ашуға тырысамыз. Мен мына нәрсені жеткізгім келіп жатыр сіздерге. Бір өте күшті, өте қызық тақырып бар. Өз өмірімді сүріп жатырмын ба деген сұрақ. Өте қызық сұрақ. Қараңыз, мына нәрсені түсіну керек. Адам туылған кезде табиғатында өте таза, өте бір андай ақ қағаз сияқты болып туылады. Ақ қағаз сияқты болып туылғаннан кейін, одан кейін оны орта қалыптастыра бастайды ары қарай. Оған уже күнделікті келіп, әр адам әртүрлі нәрсе жазып кетеді. Ата-ана келеді да өзінің тәрбиесін, тәлімін жазып кетеді. Одан кейін достарың келіп жазып кетеді. Одан кейін достарыңның ата-анасы бар, мұғалімдерің бар, өзі адамды қалыптастыратын ортасы, ол ақ қағазға өзінің ойларын жазып кетеді. И осы жердегі ең қауіпті дүние, олар тек қана өзінің жақсы жақтарын емес, олар өзінің қорқыныштарын да кейде сол ақ қағазға жазып кетеді. Сол қорқыныштарды сенің бойыңа отырғызып кетеді. Осы бізде қауіпті нәрсе. Сен өз өміріңді сүріп жатсың ба деген сұраққа жауап іздеген кезде, көбінесе біз мына нәрсеге жауап іздейміз. Менің өмірімдегі болып жатқан менің қасиеттерім, бұл шынымен менің қасиеттерім ба деген сұрақ негізі. Менің қорқынышым, менің үрейім, менің бойымдағы бар анау тревога деген нәрселердің барлығы мен сонда осының мінезім осындай ма деген сұрақ жоқ. Оның ешқайсысы сенікі емес. Оның барлығы сырттан саған жазылған дүниелер. Сен бала кезде туылдың, келдің, ашықсың, ақ қағаз сияқтысың, өмір сүргің келіп жатыр, барлық нәрсеге ашықсың, ахаха ухуху, арқын жарқын, күліп, ойнап, энергияңды шығарып, өзің бір бақытты күйде жүрген бір ақ қағазсың. Бүйтіп сол сәтте саған мына жерде анаң келеді, болмаса әпкең келеді, болмаса мына жақтан тағы біреу келеді, айтады саған, ей тыныш дейді. Болмайды дейді сөйлеуге, қатты сөйлеме дейді, жай сөйле дейді. Болмаса тыныш отыр, күле берме дейді. Болмаса тағы стенаға жазба дейді, секірме, жат. Короче, сондай бір дүниелерді айтады. Бірақ не үшін екенін түсіндірмейді, просто істеме дейді. Сол кезде сенің миыңда бірінші бағанағыдай қорқыныш жазылады. Бірінші қауіпті дүние жазылады. Ол қандай? Мен күлсем, ол мен үшін қауіпті екен. Мен күлетін болсам, менің өмірімдегі ең жақын адамдар маған ұрсады екен. Мен оларға керек емес екем деген бір қорқыныш жазылады. Ал енді елестетші, өміріңнің барысында ондай әңгімелер қанша болды, ондай дүниелер қаншасы жазылды. Солардың барлығы табиғатында сеніңкі емес. Ол мына адамдардың сол кір пастамен жазып кеткен адамдардың өзінің қорқынышы. Олар өздерінің қорқынышын саған бекітіп кетті. Сол нәрсені түсіну керек. Табиғатында сен өте таза, өте кемел, өте бір андай ықыласты жан едің. Бірақ адамдар саған өзінің жақсы қасиеттерін салып, өзінің тәлім тәрбиесін сала отыра, тағы да бір кішкентай жеріне бір керек емес кір ойларды салып кетті да. Вот біздің мақсат өзіміздің өмірімізді өзіміз сүру үшін осы нәрсеге біз өзіміз жауапкершілік алуымыз керек. Мына кірлерді алып тастауға, осылардан құтылуға өзіміз жауапкершілік алуымыз керек. Оны істеу үшін мына бір 5 қадам бар. Ең бірінші, сен күнделікті азында ұйқыңнан тұрғаннан кейін өз-өзіңе шетінен қарап көр. Істеп жатқан нәрселерің, жалпы бұл ситуацияға, сенің қазіргі сүріп жатқан өміріңе сай дүние ме, болмаса бұл өзімен өзі рефлекс, реакция сияқты шығып жатқан дүние ме? Сенің бойыңда қорқыныш, оянған кезде қорқыныш, ойбай ақша тосылып қалады деген нәрсе, ол шындыққа сәйкес дүние ме, болмаса ол просто бала кезден келе жатқан қорқыныш па? Сол нәрселерді бүйтіп бекітіп жазып ал. Менің бойымдағы болып жатқан дүние. То есть наблюдатель дейді ғой, эффект наблюдателя, өзіңе жаныңнан қарап көр. Басқа бір адамға қараған кезде міндерін мощный тауып аласың ғой. Тура сол сияқты өзіңе сырттан қарап көр. Сол кезде көресің, байқайсың, көп қорқыныш негізінде андай тым қатысы жоқ кезде пайда болатынын байқайсың. Ол бірінші қадам. Одан кейін екінші қадамда өзіңе сұрақ қой. Бұдан маған қандай пайда? Бұл қорқыныштың ішінде жүру маған қандай пайда деген сұрақ қой. Өйткені ми пайдасыз дүниені жасамайды. Ол тек қана өзіне пайдалы дүниені жасайды. Мысалы үшін әрекет жасамауыма болады екен. Мысалы үшін осы қорқыныш ішінде жүретін болсам, мен өзімнің жасаған қателіктерім үшін ертең жауап бермесем болады екен деген сияқты нәрселер пайда болады. То есть барлық нәрсенің артында вторичная выгода дейді ғой, бағанағы барлық нәрсенің артында сенің бір пайдаң бар. Сол пайданы шығарып ал, біліп ал. Сол кезде сен түсінесің. Негізінде былай саналы түрде ойланып қарайтын болсаң, ол саған пайда әкеліп жатқан жоқ. Просто ол бана бессознательный дейді ғой, денеңе жазылып қалған формула сияқты да, ол дұрыс. Сен уже бүйтіп ойланып отырып табылатын нәрсе емес, ол просто үйреншікті болып қалған дүние. Сол үшін сен оны шығарып, бүйтіп қайтадан переписывать ету керексің, жаңадан жазу керексің. Негізі травмадан емделу, любой осындай ластықтан емделу, ол астында тұрған автоматты жүйені сыртқа шығару керек, төбеге, анау саналы жүйеге шығару керек. Қорқыныштардың барлығын саналы жүйеге шығару керек та, қою керек, айту керек. Из подсознательного вытащить в сознательное дейді ғой. То есть логика жүйесіне шығару керек та, айту керек. Логикаға сай ма, вообще сай емес па? Мен мұсылманмын ғой. Менің бойымда мына қасиеттердің болуы жалпы дұрыс па, дұрыс емес па? Мынаны қалай өзгертемін деген сияқты нәрселерді өзіңмен жасау керексің күнделікті. Қара, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізді көркем мінезділікке шақырады. Не үшін? Өйткені мінез деген ол өзгертілетін дүние. Мінезді
өзіңді күнделікті шыңдауға болады, керек емес қасиеттерді алып тастауға, өшіріп тастауға болады, керек қасиеттерді өзіңде бағанағыдай оятуға болады. Сондықтан көркем мінезділік деген нәрсе ол күнделікті өз-өзіңмен жұмыс жаса. Вот мұхасабадан сол нәрсе басталады. Өзіңмен сөйлесу, өз-өзіңе сұрақ қоюдан басталады. Үшінші қадамда енді бұның барлығын істеп, бүйтіп ойланып, рахаттанып отқан кезде ол өзімен өзі өзгеріп кетпейді. Сондықтан үшінші қадамда сен әрекетіңді жаса. Енді істеу керек нәрсені істе. Қалайым, қаламайым, ертең, ар күні деген тақырыптарға қарама, просто тұрда істеп кет. Сен білесің, бұл нәрсе саған болашақта ертең үлкен пайдасын тигізетінін білетін болсаң, онда тұрда әрекетіңді істе. Істеген нәрсеге адам тезірек үйренеді. Сондықтан тұрда қадамыңды жасай бер. Бірақ бұл жерде төртінші мәселесі ашылады. Әр жасаған қадамың сен үшін ауыр болмау керек. Енді қатты ауыр болмау керек. По-любому ауыр болады, бірақ қандай қатты ауыр болмау керек. Мысалы үшін спорт дейтін болсақ, онда саған тұра салып, өмір бақи жатып қазір келіп 10 километр жүгіру саған шарт емес. Қазір просто саған далаға шығып, хотя бы 2 километр жүріп келудің өзі сен үшін бір үлкен жеңіс. Өйткені дым істемегеннен сен осындай халге көштің. Бұл төртінші мәселеде сен өзіңді жайлап әрекетке көшіртесің. И бесінші мәселе. Біз айттық қой, ми ешқашан өзіне пайда әкелмейтін дүниені орындамайды дедік. Сондықтан не істейміз? Әр жасаған қызметің үшін өзіңе бір пайдасын тауып отыр. Мағынауи формасында, материалдық формасында. Мысалы, спорттан кейін бір денең рахаттанып, сондай бір өзінің кайфына кірген сезініп, барда бір смузи ішіп ал, рахаттанып отырып, соны бір өзіңе фиксировать ет, соны бір бекітіп ал өзіңдің миыңда. Қазір қара кайфовать етіп жатырмыз. Спорттан кейін шықтық, душтан кейін бір рахаттанып, бір денеміз ашылып кайфовать етіп деген сол халдердің барлығын бекітті. Одан кейін бір кішкентай бір шоколадкасын беріп қой, табыр білесін беріп қой. Енді нәпсі болғаннан кейін ол в любом случае оған бір жақсы дүние беріліп отса, қарымтасы беріліп отыратын болса, ол ертең де сол нәрсені істеуге тырысады. Сондықтан любой істеген нәрсенің нәтижесінде саған бір жақсы бір плюс келу керек. Стильді, орындалды, қорқынышты емес екен, рахат екен деген нәрселер миыңа жазылу керек. Сөйтіп, сенің өзіңнің бойыңдағы қорқыныштарды, дұрыс емес қасиеттерді, керек емес бағанағы бала кезден жазылып келе жатқан керек емес черновик, басқа біреудің қорқыныштарын сен көшіріп қайтадан жазасың. Чистовикке уже өзің қолыңмен жазасың. Бала кезде ол нәрсені істеу қиын, бірақ ересектіктің бір сондай зор хикметі бар. Сен өзіңнің миыңды өзің басқара аласың. Саған ешкім ол жерде кедергі бола алмайды. Бір Аллаға сыйынып, әрекетімізді жасап, Алладан көмек сұрайтын болсақ, осы мәселеде онда өзіңнің өміріңді өзің сүре бастайсың жаңадан. Енді осы тақырыптың тәмамдайтын болсақ, онда сіздерге ұнаса, астындағы мынау жүректі басып кеттіңіздер, астына белсенді болып комментарий жазыңыздар. Одан кейін осы біздің каналға жазылып қойыңыздар міндетті түрде, өйткені біз апта сайын ролик шығарамыз деген ниеттеміз.